Отан отбасынан басталады. Отбасы қоғамның тірегі, ұлттық құндылықтарды сақтаушы ең қасиетті институт. Біздің елімізде отбасы ұғымы заңмен де, ұлттық болмыспен де терең қорғалған. Отбасы адам баласының есігін айқара ашып енетін ең қасиетті алтын бесігі. Елімізде жыл сайын қыркүйектің 2-ші жексенбісінде ерекше мереке ресми отбасы күні атап өтіледі. Мереке 2013 жылғы 1 наурызда ресми мерекелер тізбесіне енгізілді. Ол Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен бекітілген ресми мерекелер тізбесіне еніп отыр. 2026 жылы бұл айтулы мереке 13 қыркүйекке сәйкес келеді. Сондай-ақ еліміз 15 мамырда халықаралық отбасы күнінде бірге тойлайды. Бұл күн ошақ қасының берекесін, үлкенге құрмет пен ұрпақтар сабақтастығын ұлықтайтын сәт. Мереке аясында республика көлемінде мерейлі отбасы ұлттық байқауы өтіп, ең үлгілі әулеттер марапатталады. Ал арнайы отбасылық апталықтар саналы ата-ана болу мәдениетін қалыптастыруда. Өзара сыйластық пен махаббат орнаған әр шаңырақ мықты мемлекеттің негізі. Жақындарыңызға жылулық сыйлап, ақ бата алуды ұмытпаңыздар. Ролик Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.